Мен бүгін сіздерге күнделікті қолданатын шаш үлгісін көрсетемін. Ол шаш үлгісі екі өрім деп аталады. Ең бірінші бұл шаш өрімін біз екіге бөліп бастаймыз. Бір жағын кедергі болмасын деп қыстырып қоямыз. Ең бірінші біз шаштың ең кішкентай бөлігін аламыз да, және де үшке бөліп аламыз. Содан кейін өрімді теріс қарай өріп өруіміз қажет. Өрген жағдайда басқа шаштардан кішкене бөліктен алып тұрамыз. Ары қарай өріп жатқан кезде кішкентай бөліктен қалған шаштарын қосып отырамыз. Келген кезде кішкене болса шашты шығарып тұруымыз керек. Сол кезде шаш қалың және де әдемі болып көрінеді. Енді біз өріп болғаннан кейін ұшып тұрған шаштарын лакпен есеуіп басуымыз қажет. Бірінші бөлігін бітірдік, енді дәл солай екінші жағын өреміз. Бүгінгі біз шаш өрімін бітірдік. Назарларыңызға рахмет.